Бәріне сәлем. Сырники дайындаймыз. Ол үшін бізге 700 грамм творог қажет. Творогымызды жақсылап ең алдымен вилкамен езіп араластырып аламыз. Осындай ұнтақ әрі шашпа творог болып шығу керек. Енді үстіне 70 грамм шекер, бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Грамм ұн қосамыз, тағы да араластырамыз. Творожный массамыз дайын. Енді сырникиді дөңгелетіп формасын шығарамыз. Ол үшін ыдысқа мұздай су құйып алсаңыз болады. Сол суға қолыңызды батырып алып, сырникиді дөңгелететін болсаңыз, онда творог қолыңызға жабыспайды. Осындай көлемді творогтан 12-14 дана сырники шығады. Творогтың ішіне шоколад салынған сырники жасасаңыз да болады. Сырникиларды жасап болған соң, екі жағын ұнға аунатып аламыз. Сковородкаға май құйып қыздырып аламыз да сырниктарды саламыз. 4-5 минут қызарғанға дейін қуырамыз. Бес минут өтті. Енді сырниктарымызды аударып аламыз да, қақпағын жауып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Сырниктарымыз дайын болды. Үстінен сахарная пудра себуді ұмытпаңыз, өте дәмді болады. Қасына өз қалауыңыз бойынша қаймақ, варенье, джем, жеміс-жидек қойсаңыз болады. Осындай қалың сырники болып шығады. Жұқа сырник жақсы көрсеңіз, жұқа қылып та жасауға болады. Онда сырниктарыңыз кішкене көптеу болып шығады. Шоколад салынған сырникидің іші осындай болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал маған видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыздар.